Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы тәжірибелік жұмыс номер 15 пластмассалар мен талшықтарды танып білу. Сабақтың мақсаты химиялық тәжірибелер жүргізу арқылы жоғары молекулалық қосылыстар пәні бойынша теориялық білімдерін жүйелеу және бекіту, поликонденсация және полимеризация реакцияларының сипаттамаларын қарастыру. Күтілетін нәтиже: зерттелген ұғымдарға анықтама беру мүмкіндігі, жоғары молекулалық қосылыстар, поликонденсация, полимеризация. Зерттелген химиялық заңдылықтардан, бақылаулардан қорытынды жасай білу, жоғары молекулалық қосылыстардың қасиеттерін болжау. Енді балалар, сіздерге өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар беріліп отыр. Бірінші тапсырма: төмендегі мәліметтерді пайдаланып кестені толтырыңыздар. Яғни пластмассаларды тану. Сіздерге пластмассаның түрлері берілген, солармен танысып, мына кестені толтырасыздар. Яғни кестеде пластмассаның аты, пластмассалардың құрылымдық буыны, жануға қатысы, қыздыруға қатысы, еріткіштердің әсері: ацетон, бензол, дихлор, этан. Енді балалар, сіздердің алдарыңызда пластмассаларды поликонденсация реакция нәтижесінде алу видеосын ұсынамын. Резорцинді пробиркаға саламыз. Су құямыз. Резорцин фенолдар тобына жатады. Суда жақсы ериді. Енді формалин ерітіндісін құямыз. Сон ерітіндінің үстіне тұз қышқылының бірнеше тамшысын тамызамыз. Поликонденсация реакциясы жылу бөлу арқылы жүреді. Ерітіндінің температурасын қадағалап отырамыз. Қоспаның қызғаны байқалады. Эксперимент нәтижесінде жұмсақ көпіршікті пластмасс алынды. Видеоны көріп шықтыңыздар, яғни пластмассаларды поликонденсация реакция нәтижесінде алу әдісі. Енді балалар, талшықтарды анықтау. Төмендегі мәліметтерді пайдаланып кестені толтырыңыздар. Яғни сіздерге талшықтардың түрлері берілген, солармен танысып кестені толтырамыз. Кестеде талшықтың аталуы, талшықтың құрылым буыны, жануға қатысы, ерітінділерге әсері бөлме температурасында және ацетонға әсері. Енді балалар, сіздердің назарларыңызға жасанды жібек алу әдісін ұсынсам деп отырмын. Мына міне жасанды жібек алынған эксперимент. Бұл экспериментке негізгі мыс карбонатын аламыз. Мыс карбонаты мыс сульфаты мен ас содасын әрекеттесуінен пайда болатын қосылыс. Химиялық стаканға осының 4 грамм негізгі мыс карбонатын өлшейміз. Мыс карбонаты жасылдау түсті. Ары қарай мыс карбонатына 40 мл концентрлі 25% аммиак ерітіндісін құямыз. Нәтижесінде көк түсті мыстың комплексті қосылысы түзіледі. Мыс карбонатының барлығы аммиакпен реакцияға түспейді. Сондықтан стаканның түбіне шөгіп қалады. Еріген бөлігін құйып аламыз. Осы ерітіндіге 1 грамм мақтаны саламыз. Мақта жақсы ериді. Нәтижесінде вискоза түзіледі. Ол жасанды жібек алудың негізгі шикізаты болып табылады. Ерітінді қоюланады. Енді 1 малярлы күкірт қышқылының ерітіндісін дайындаймыз. Вискозаны шприцке алып, басына ине салып, күкірт қышқылының ерітіндісіне асықпай жібереміз.
Сол кезде мақта немесе вискоза полимерлене бастайды. Ал күкірт қышқылы мыстың комплексті қосылысымен әрекеттесіп, әдемі жұқа жіптерді түзіліп жатқанын көріп отырмыз. Біраз уақыттан соң қышқыл комплекспен әрекеттесіп, талшықтардан мыс тұзын жуады да талшықтар түссізденеді. Түссізденген талшықты қарайтын болсақ, жұқа, әдемі, берік, полимерлі зат пайда болғанын көріп отырмыз. Енді қалған вискозаны инесіз шприцпен ғана жібереміз. Сол кезде талшықтар қалың және онша берік болмайды. Ерітіндінің көк түске боялғанын көріп отырмыз. Себебі мыс сульфаты мен көмір қышқыл газы пайда болып отыр. Екінші тапсырма, балалар. Көрсетілген мономерлерді ацетилен негізінде қалай синтездеп алады? Яғни бұл жерде сіздер қосылыстарды пайдаланып реакция теңдеулерін жазасыздар. Үшінші тапсырма есептерді шығару. Яғни жоғары молекулалық қосылыстар тақырыбы бойынша сіздерге есептер берілді, соны шығарамыз. Балалар барлық тапсырмаларды орындап болған соң кері байланыс ретінде Платонус платформасына жібересіздер. Сол жерде тексеріліп, бағалау критерийлері бойынша бағаланып, бағаларыңыз қойылады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.